Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сәбізден жасалатын пирогтың рецептісін көрсететін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Құрамы қарапайым заттардан тұрады және де дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Міне осылай аппақ болғанша көпіртіп араластырамыз. Енді кәдімгі сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ең алдымен ванилин, разрыхитель және де корицадан 1 шай қасықтан қосып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пирогтың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Келесі алдыңғы массамызға ұнымызды салып жақсылап миксерлейміз. Пирогтың құрамына керекті заттарды ешқандай таразының көмегінсіз-ақ өлшеп алсаңыздар болады. Кәдімгі стакан және де осындай қарапайым кесені алып өлшеп қоса берсеңіздер болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Жақсылап барлығын араластырдық. Енді 1 кесе кәдімгі осындай теркадан өткізілген сәбіз және де 1 кесе грек жаңғағын майдалап турап алдық. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Міне қамырымызды жақсылап араластырып алдық. Енді кәдімгі форманы аламыз. Мендегі форманың диаметрі 22 сантиметр. Барлығын ішін жақсылап майлап аламыз. Және де массамызды құйып, қызып тұрған 200 градуста пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогтың толықтай піскенін осындай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Біздегі ағаш таяқша құрғақ болып шығуы керек. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте ерекше жасалады және де қарапайым заттардан ғана тұрады. Қонақ келген кезде тез-тез жасап жергенге өте ыңғайлы. Бетіне қант ұнтағын осылайынан сеуіп шығамыз. Қалауыңыз бойынша кәдімгі сгущенка жағып немесе кәдімгі шоколад құйсаңыздар да болады. Міне енді ортасын кесіп көрсетемін. Мендегі пирогым өте әдемі болып шықты, иісі де керемет болып шықты. Міне қыздар, біздегі ортасы осындай ерекше болып шықты. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көп деген осындай пайдалы, оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Және де осы 3 ай уақыттың ішінде мен өзіме 100 000 оқырман жинауды мақсат еттім. Маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Осы ерекше сәбізден жасалатын пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.